Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен ең күшті болып шығатын пиццаны рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасасаңыздар, пиццаларыңыз өте жұмсақ, нәзік, керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ыдысымызды алып, жылы суымызды құямыз. Үстіне тұз қосамыз. 2 ас қасық қант қосамыз. Мөлшерлерін бәрін осы видеоның описаниесіне жазып кететін боламын. Және де ашытқымызды қосатын боламыз. Көпіртіп тұрып венчикпен араластырамыз. Үстіне сұйық май қосып, ұнымызды біркелкі қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз жұмсақ болып шықты. Осылай қолға жабыспайтын қамыр шығуы қажет. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтергенше біз соус дайындап аламыз. Осындай томат пастасын немесе кетчуп қоссаңыздар да болады. Үстіне майонез қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл біздің жаңа пиццамыздың үстіне жағуға керек болады. Енді екінші соусымызды дайындаймыз. Майонездің үстіне сарымсақ пен укропты қосамыз. Және жақсылап тұрып араластырып, екінші соусымыз дайын болды. Пиццаның салмасына мен 2 түрлі сырды қолданамын. Және де оливки, қызанақ, шұжық қосатын боламын. Енді сырды турап аламын. Жартысын мен осылай кубик қып турап аламын. Ал қалғанын жіңішке етіп турайтын боламын. Достар, менің каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Оны өткізіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа рецепттерімді өткізіп алмайсыздар. Енді шұжығымызды дәл солай жіңішке етіп турап аламыз. Менің шұжығым үлкен болғандықтан мен оны 4 бөлікке бөліп аламын. Оливкиді де 3-4 бөлікке турап аламын. Қызанағымызды да жіңішке етіп турап шығамыз. Міне мен қамырым жақсылап тұрып көтерілді. Енді мен қамырымды 3 бөлікке бөліп аламын. Менде осы қамырдан 3 пицца шығатын болады. Енді противенді алып, үстіне пергамент қағазын төсейміз де, бір қамырымызды осылай аламыз, бір бөлігін қолымызға май жағамыз, сұйық май, және де қолымызбен осылай видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Пиццаның формасын жасаймыз, жұқа етіп жайыңыздар, сонда сіздің пиццаларыңыз өте керемет болып шығады. Енді қамырымыздың үстіне томатный соусымызды біркелкі етіп, осылай жағып шығамыз. Оның үстіне біз сырымызды қойып шығамыз.
шұжығымызды да осылай орналастырып шығамыз. Енді қызанағымызды да осылай орналастырып шығамыз. Және де үстіне оливки саламыз. Бір ерекше дәм береді оливки салсаңыздар. Салмасаңыздар да болады, әркімнің өз қалауы. Және де ірімшік, жаңағы біз тураған, кубик қып тураған ірімшігімізді қосамыз. Енді екінші соусымызды осылай әр жерден бір осылай салып шықсаңыздар жеткілікті болады. Бұл соус бір өте керемет дәм береді, сол себептен міндетті түрде қосыңыздар. Енді 190 градусқа шамамен 15-20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Бір 5 минут қалған кезде духовкадан алып шығып, үстіне моцарелла сырын қосатын боламыз. Міне осылай біз бір келкетіп орналастырып шығамыз да, тағы да 5 минутқа духовкаға қоятын боламыз. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Мен осылай үстіне ақжелкен сеуіп шықтым. Өте әдемі, өте керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Егер жасаған болсаңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және де лайктарыңызды аямаңыздар достар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай менде 3 пицца шықты. Астарыңыз дәмді болсын достар. Сіздермен болған Айгерім. Келесі кездескенше.